Қайырлы күн, көрермен қауым. Қазақ халқы өзінің күн көріс тіршілігіне қажетті үй-жай салуды, киім-кешек тігуді, азық-түлік өндіруді өзінің тұрмыстың кәсібі етіп, оларды күнбе-күнгі тіршілік барысында орынды пайдаланса, әсем бұйымдар жасап өмірде сән-салтанатта құра білді. Халықтың қолөнеріне әдет-ғұрып жабдықтарды жатады. Сырмақ, алаша, ши, түрлі бау-басқұрлар тоқып, арқан, жіп есіп, көннен және илеулі теріден қайыс, таспа тіліп, өрім өріп, қолдан әр алуан көптеген заттарды халық шеберлері, өнерпаздар өз қолдарымен жасады. Мен Салық баба қызы Күлизат боламын. Осы бала кезімнен қолөнерлерге қатты қызығатынмын, өзім орта білім тауыстым. Бала кезімнен қызығушылығым артып, осы әртүрлі сызудар сыздым, әртүрлі қолөнер кәсіптерді істеп, осы бір түскегізді, қазақтың түскегізін тігіп шықтым. Бұнда осы түскегізді тігу үшін маған 5 ай уақыт кетті. Бұл тігу жолдары өкілдің инесімен тігіледі бірінші. Ол инеге үшін теседі, содан барып иненің арт жағынан өткізіп, ішіне қарай, содан тесіктен өткізіп барып тігеді. Бұнда бұл түскегіздің сызылуы теріс жағынан сызылады. Теріс жағынан сызылып, теріс жағынан бастап чәншіліп тігіледі. Теріс жағынан тіккенде оң беті осындай тік болып түседі. Сонымен қатар, басында қалың түймелер тағып қойғанбыз. Бұл түймелер көз тимеу үшін, тіл тимеу үшін жасалады. Сонымен қатар басында өкі тағып қояды. Ол өкіні қайда қаламыз, бізден мұраппыз. Сонымен мына четіндегісі чытыра деп айтылады. Түскегіздің четіне қию. Бұнда бұл чытыра мәшинемен салынады, мына тігістердің бәрі. Осыған көптеген еңбектену арқылы осы түскегіз қолға келген. Қазіргі таңда мен жеке өзім кәсіп ашып жатырмын. Ол жеке кәсібімде қазіргі таңда істеп жатқан өзімнің мынандай жұмыстарым бар. Бұл той көйлектер, камзол, ішкісі той көйлек, ақ көйлек, одан кейін камзол. Бұл камзолдар өз қолымнан шығып жатыр қазір. Бұнда жерде қазақтың оюдары бар. Бұл оюдарды өзім қолыммен тігем. Өз қолымнан шығады бұның барлығы. Сонымен қатар әртүрлі бас киімдер тігемін, әртүрлі өзі халық қалай не береді, солай. Ол бас киімдерде мынандай меруеттермен тігіледі, қазақтың ойы сызылып, арқылы үсті басылып меруеттермен тігіледі. Сонымен қатар қазақта енді әртүрлі қолөнер кестелері көп, атай берсек. Соның ішінде мынандай кестелер бар, бұны біз кесте деп айтамыз. Мынандай өрнектер бар. Бұлдан матадан жасалады. Екінші, үшінші мынандай бір өрнектеріміз бар. Бұдар бізбен тоқылады, қолмен тоқып шығамыз. Сонымен қатар мынандай қоржын тігіп әкелдік. Мынандай қоржындар, бұдар мерует маржамен басылып тігіледі. Мынандай кәнуа деп қоямыз. Кәнуа баладардың жататын бөлмесіне ілініп тұрады. Бұл инемен тігіледі. Осындай. Қайбір қазақтың қолөнерін жасап бер десе, жасап бере аламыз. Мен өзім осы түскегізді бала кезінде, қыз кезімде тіккем. Өзіме қатты ыстық түскегіз, қатты жақсы көремін. Бұл түскегізді енді осы музейға табыс қылайын деп отырмын. Табыстағы себебім, бұл музейға неше түрлі жақсы кісілер келеді, үлкендер де келеді, жастар да келеді, бәрі көреді. Жастар кеп жаса, осыны көріп, қолөнерге құлшынады деген ниетпен осы музейға тапсырып жатырмын.